Эй, ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нони. Бүгін біз футболдағы 10 миллион жағдайда бір рет болатын моменттерді көреміз. Ойлаңдаршы достар, футболда 10 миллион қалыпты жағдай болады да, соның біреуі эпик, өте қызықты момент болады. Сондай моменттердің жиналған топтамасын көреміз. Я достар, осы видеоны кім ашты, кім қарап отыр, бәрің лайк басыңдаршы достар. Менен сендерге контент, сендерден мен үшін қарапайым лайк. Ал кеттік достар, сендер лайк басқан болсаңдар, біз бастаймыз. 1, 2, 3. Нойер 60 метрге лақтырған ба қолдан? Ема достар, допты 60 метрге лақтырған ғой Нойер. Ема судьяның флажогын бір ұрған ғой. Бірақ кешірім сұрады одан кейін барып. Так, хоп, 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 хоп. Гол! Нағарандар достар. Қаншама защитниктердің арасында допты көтеріп бір текпен ғой. Мынау енді Златан достар, Златан Ибрагимович. Так. Бұрыштама доп. Құсып атыр, прикиньте. Судья. Мазасы қашып кеткен ғой, күннің астында тұр, еще жүгіріп. Қызыл көрсетіп атыр, бас төреші. Қуама? Ай! Кетіп баратқан допты қолмен ұстап қалды анау. Штраф берді, сол үшін қараңдар. Қайтарып қалды бірақ. Петр Чех қой, Чех. Өла! Достар, не болған байқадыңдар ма? Артқа қайтарайшы қара. Міне нағарандар, наны көру керексіңдер, қайтадан түсінбегендер. Доп міне тұр да, міне доп тұр. Ақтағы ойыншы допты бір тебет алға қарай, нәқа, нажақа тебет. Қара, доп бүңк кетті, нәқа, нажақтан бейтіп ұшты. Бірақ доп қатты желдің кесірінен доп аспанда артқа қарай ұшып кетеді желден. Нағарандар сөйтіп гол болып кетеді. Ауадағы камераға тегізген ғой допты. Жоқ, жаңағы жерде допты, сонда голды санады ма кәдімгідей? Санамау керек қондай допты. Так. Неше секундта гол болды, сонда? Еще кеудесімен салып кеткен қонан да. Базар жоқ. Бум. Гол ма? Рафиня солай гол салды ма не? Мақта, типа пенальти сұрамай, дальше ойнап, гол салып кетті қараңдар міне. Тоқта, на жерде басқа моментта пенальти тағы да болды. Тағы да гол салды. Лаказет. Так, қарап атыр. Аяғынан бір текпен ғой. Пенальти, қарама қарсы Юнайтед тебет уже. Гол. Так, Бруно Фернандеш салды. Ойбай. Кім еді? Бруно Фернандеш бет аты? Камбэк қой достар нау. Величайший камбэк. Типа, соны көрсет атыр бізге. 4-4 болды достар. Магуайр салып кетті ма? Достар. Не деген камбэк. Өмірі шайып жүретін Магуайр салып кеткен ғой достар. Харри Магуайр. Пяткімен салып кетті, прикинь. Мықты. Так. Хоп. Тұяғымен салып кетті анау достар. Қарандар, пяткісімен салып кетті. Өкшесімен салып кетті, өкшесімен. Не деген әдемі гол мынау. Хоп. Қайтарып қалды, прикинь. Қарандар, қалай қайтарып қалды защитник. Өкшесімен. Базар жоқ.
Холланд! Ема, бұл да. Өкшесімен салып кеткен ғой. Холланд мықты. Гол. Ема, сальто жасап гол. Достар, мына голға қараңдар. Не деген әдемі гол. Ема. Екі рет топты қайтарып қалды защитник. Өтірік құлады қара. Өтірік құлады ма? Ема, Буцин. Жерге ұрып жатыр анау. Сары атмена берді. Сары атмена беріп, пенальти берді, короче. Өтірік құладың деп, сары берген еді, сосын пенальти берді. Ема, тағыда ма? Прикинь, екінші рет сары беріп отыр бір ойында. Қайтадан вар тексере ма? Тағыда сарыны алып тастап отыр ма? Не? Тағыда пенальти салып тастады. Екі рет өтірік құладың деп сары берді, екі рет сарына атмена жасап, екі рет пенальти берді. Айбай, маған қараш. Осы Европаның футболисттері бар ғой, сонда бір түрлі гәкең ба, бір қолайсыз. Так, төреші бізде барып сықырып атыр ғой біреу. Хоп! Қайтарамай қалды. Не отыр мына жерде? Дрон? Адамдар дрон ұшырып жүр ма? Ема, прикинь, бомба бар деп, типа, ішінде ойлап отқан шығар мүмкін. Ойыншыларды кіргізіп жүрген ғой ана жаққа. Ема, мына жерде аралар жүр ма? Ема, судың астында тұр ғой. Айбай! Футболкасын жыртып саған құда табы. Так. Айбай, рикошет, достар. Рикошетпен кіріп кетті. Ема, тағы да рикошетпен ба? Автогол ғой ойынды. Хоп. Екі доп. Мынау да көтек қой, қараш, мешат етіп атыр. Қараш. Мәссаған. Пенальти берді, прикинь. Ема, доппен кезергі жасадың деп пенальти берді. Не деген моменттер, достар, мен мынандай моменттерді өмірде көрмеген вообще бұрын. Мынау Райстың голы Реал Мадридқа, бұл бәріміз білеміз, әдемі гол. Екіншісін көрсет қазір. Міне екіншісі. Прям девятканың девяткасы ғой. Прям ең шетіне қадап тастады. Бұрыштама гол! Сон Хен-мин ба? Сон бұрыштамадан. Ема, екі доп. Екі доп, прикинь. Әдейі жасалады анау ше негізі. Хоп. Холланд салмаған ба мына голды, допты? Жоқ, салынды. Пас. Ема, бір-біріне кедергі жасап жүр ғой. Ема, гол, но прикинь. Ема, шет жақтан салып кетті ма әшейін?
Уля, не отыр мынау? Пептің түріне қараңдар достар. Пептің түрі кетіп қалған ғой. Еману. Ойбай, Рафиня ғой. Әдемі гол соқты Рафиня ше мына жерде. Бум. Уля. Офсайд емес па? Вертис салып кетті да? Мынау жер енді рикошет. Хоп. Бам! Өзі салып кетті ма? Мә, обидно достар. Қақпашының басына тиіп, доп воротаға на моментті мен көргенмін достар. Бұл легендарный вратарь баяғы замандарда ойнаған. Мынау Ибрагимовичтің через себя гол достар. Ема. Сұмдық гол ғой мынау. Ема. Базар жоқ, әдем салып кетті. Қалай? Ема, алдап салып кетті ложный замахпен достар. Дидье Дрогба! Ема, осындай гол бар ма не датауы Дрогбаның? Ема, қолмен салып кетті ғой? Адриано ма? Нағарандаршы допты бұлай қабылдап алды. Сол жақпен нұғып жіберді. Анри Руни! То есть Анри деппін ғой, Нани деп айтам деп, кешіріңдер достар. Луиш Наниді Анри деп жүріппін ғой, қателесіп. Ана, ема Гарначо примерно солай салып кетті ғой. Мықты. Нойер ғына по-любому. Жүрсіне қарандаш. Ойыншын алдап жүр ғой, ема. Ван Дайк. Нұқып жіберет кәз. Ема! Еще гол ма? Бұл қорғаушы ғой ол дейтін. Шабуылшы емес Ван Дайк. Ема, уақытты жаман созып атыр ғой ана дейтін. Ема, еще төреші. Типа ойын тоқтатқан жоқ па не? Ема, не істеп атыр мыналар? Ема. Ашық тұрған қақпаға гол соға алмай атыр ғой. Мықты. Ауттан берілді доп и салып кетті. Ема. Экшн момент құны. Тюрам ба? Тюрам ғой достар, Барсаға салып кеткен голы. Ван Дайк. Гол! Ван Дайк доп типа аспанға кетіп қалды деп ойлап еді ана жерде. Ема. Холланд. Давай. Соқтығысқаннан травма алып қалған ғой Холландпен. Ема, операторлар қалай түсіріп атыр достар. Неғып жүр мыналар вообще трусымен. Достар, футбол атқан кезде парашютист кеп қонған ғой поляға. Ема. Және төреші оған қызыл беріп атыр қараңдаршы. Ойыннан шығып кетті, прикинь.
Я достар, 10 миллион жағдайда бір рет болатын моменттер өте қызықты болды. Маған ұнады. Сендерге қай момент ұнады? Таймингін комментарийге жазып кетіңдер. Келесі видеоларда көріскенше сіздермен бірге болған мен Нони. Сау болыңдар.